Қазақстанда 30%-ға дейінгі ипотеканы білеміз, ал Норвегияда үйді 2 мен 5% аралығындағы пайыздық мөлшерлемемен алуға болады. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге Норвегиядағы үйлерді іздеу, жалға алу және сатып алу схемасы туралы түсіндіріп беремін. Бірге болыңыздар, қызықты болады. Норвегияда үй алу оңай ма, әлде жалға алған дұрыс па? Егер сіз Норвегияға жаңа келген болсаңыз, немесе көшу ойыңызда болса, бұл бейнебаян сізге міндетті түрде қажет болады. Ең алдымен біздегі OLX платформасы секілді, мұнда Finn деген платформа арқылы үй іздеу процесі қандай екенін көрсетейін. Үйдің бағасы, фотолары, планировкасы, орналасуы бәрі Finnде түсінікті. Айта кетейін, Норвегияда бір нәрсе іздесеңіз, мейлі ол пәтер болсын, үй болсын, жұмыс, жиһаз, автокөлік немесе тіпті саяхатқа арналған билет болсын, бәрін осы finn.no сайтынан табуға болады. Біз Норвегияда үйлерді қарап шыққанда, осы Finn сайтынан төмендегідей фильтрлерді қолдандық. Үйдің ауданы, отбасы үшін қажетті кеңістік, бағасы, бюджетке сай үйлерді сүзгіден өткізу, бөлме саны, ересектер мен балаларға жеткілікті бөлме болу керек, мектепке жақындығы, автотұрақтың бар жоғын тексеру және құрылған жылы үй жаңа ма әлде жөндеуді қажет ете ме? Үйдің жылу сақтаудағы энергиялар санатының қайсысына жатады, яғни жылытқыш материалдардың қай түрі қолданғандығы туралы. Біз бұларды сүзгіден өткізіп, тек талаптарға сай үйлерді ғана қарадық. Үйді сатудың мынандай басты 3 нұсқасы болады. Біріншісі, үй иесі өзі сатады. Екіншісі, риэлтор көмегімен. Үшіншісі, құрылыс салушы компания, яғни застройщик компания өзі сатады. Үй иесі тікелей өзі сатқанда делдал жоқ, бағаға келісуге болады, құжаттарды өзі реттейді. Риэлтор немесе жылжымайтын мүлік агенті арқылы сатқанда риэлтор үйді жарнамалайды. Құжат, келгендерге үйді көрсету, келіссөз бәрін өзі жүргізеді, комиссия төленеді. Сатып алушы үшін де, сатушы үшін де ыңғайлы. Үй құрылысын салушы компания сатқанда жаңа үй, жаңа комплекс, кепілдік беріледі. Көбіне бастапқы төлеммен, кейін бөліп төлеу қарастырылған, ортада делдал жоқ. Үйді бірден ала алмаудың бірнеше себебі бар. Бұл туралы мына сілтемені басу арқылы білуге болады. Норвегияда сен үйді көріп, мен мына үйді бірден аламын деп айта алмайсың. Өйткені сені алдымен банк тексеру керек. Сол үшін біз банкке жүгінеміз. Банкке барып, мен осындай бағадағы үй іздеп жүрмін дейсіз. Банк өз алдына жалақыны, жұмыс, Норвегияда қанша жыл тұратындығымызды, кредитіміздің бар жоғын, алғашқы жарна. Бұл жерде айта кетейін, алғашқы жарна үй бағасының 15%-ын құрайды. Оны өзіміз төлейміз, ал қалған 85%-ын банк ипотека ретінде береді. Және бұл ипотеканың пайыздық мөлшерлемесі ай сайын 2 мен 5% аралығында болады. Банк осының барлығын тексереді. Яғни мен бұл үйді төлей алам ба, жоқ па? Егер бәрі дұрыс болып жатса, банк маған алдын ала мақұлдау, финансиеринг бевис береді. Бұл менің қанша ақшаға дейін үй ала алатынымды көрсететін сертификат. Бұл сертификат көбіне емейл арқылы расталады. Яғни банк жазбаша түрде сен осынша сомаға дейін үй ала аласың деп бекітеді. Сол жеткілікті. Осы қағазсыз сен Норвегияда үй ала алмайсың. Енді ғана біз нақты үй таңдай бастаймыз. Себебі біз бюджетімізді нақты білеміз. Норвегияда үйді міндетті түрде виснинг кезінде көресің. Бұл барлық сатып алушылар үшін ұйымдастырылған ашық күн. Бұны әдетте риэлтор ұйымдастырады. Сіз ғана емес, басқа да адамдар келіп, сатылып жатқан үйді көреді. Үйді көрген күннен кейінгі келесі күні аукцион басталады. Барлығы онлайн немесе телефон арқылы. Баға біртіндеп өседі. Осы жерде көп адам біле бермейтін бір факт бар. Норвегияда үйлер саудаласып сатылмайды.
мұнда аукционмен сатылады. Және үйдің бағасы соңғы минутта өзгеріп кетуі мүмкін. Белгіленген бағадан кім көп баға ұсынса, үй соныкі болады. Hello. Yes, hi. Аукцион басталды. Барлығы онлайн немесе телефон арқылы жүргізіледі. Баға біртіндеп өседі. Осы жерде банк берген сертификат шешуші рөл атқарады. Соңында үй иесі келісімін береді. Егер сіз ең соңғы, ең жоғарғы бағаны берсеңіз, үй сіздікі. Енді банк пен риэлтор агенттігімен сатып алу процесі басталады. Міне соңғысы үй иесімен келісілген күні үйдің кілтін алып, сатушы, сатып алушы, риэлтор болып бірге үйді қабылдау басталады. Яғни қандай да бір ақаулықтар болса, дәл осы сәтте жазып алып, үй иесімен кімнің түзететіні шешіледі. Сонымен, Норвегияда үй алу процесі былай болады. Ең бірінші үй таңдау fin.no. Екінші, банктен мақұлдау аламыз. Үшінші, үйді таңдаймыз. Төртінші, ұнаған үйді барып қараймыз. Бесінші, аукционға қатысамыз. Алтыншы, вуаля, үй сіздікі. Ал біз үйді бастапқы жарна 10%-бен алдық. Және 10 миллионға түсіріп алдық. Қалай қызық па? Онда келесі видеоларды қараңыздар.